Туысқанға қарызға ақша беру. Сізбен бірге адвокат Таир Насханов. Видеоға лайк қойып, каналыма жазылып, көп пайдалы заң мәліметті ала аласыз. Достық пен бизнесті араластырмағанымыз жөн екенін бәрі біледі. Бірақ туысыңыз немесе досыңыз қарызға ақша беруді сұраса не істеу керек? Шешімнің екі-ақ жолы бар. Біріншісі жоқ деп ақша беруден бас тарту, ал екіншісі қолхат арқылы қарызға беру. Біз ақша беруден бас тартсақ, осы адаммен қарым-қатынасымыз бұзылады деп қорқамыз. Бірақ ақшаны бергеннің өзінде қарым-қатынас нашарлауы мүмкін екендігін ұмытпағанымыз жөн. Сол себепті жоғалтудан қорықпайтын және жоғалу сіздің жеке мақсаттарыңызға әсер етпейтін соманы беріңіз. Егер қарызға ақша беруді ұйғарсаңыз, міндетті түрде жазбаша қолхат жасаңыз. Көптеген адамдар жақын достары мен туыстарынан ақша алу үшін қолхат сұрауға ұялады. Десек те, біз өмірдің өзгермелі екенін түсінуіміз керек және барлық нюанстарды болжау мүмкін емес. Осыған байланысты кейін сотта талқылауында талаптарыңызды дәлелдей алатындай жағдайда ақша бергеніңіз жөн. Қолхат әрқашан ақшаны қарызға алған адамның қолынан жазылады. Сондықтан оны жазу үшін бос парақ, қалам және екі жақтың жеке деректері жеткілікті. Қолхатта мына ақпараттар міндетті түрде жазылуы тиіс. Бірінші, жазылатын құжат қолхат деп аталуы керек. Екінші, екі жақтың жеке деректері жазылуы керек. Бұл ретте қысқартусыз толық аты жөні, құжаттың нөмірі, туған күні және екі тараптың тіркелген мекенжайы көрсетіледі. 3. Қарыз сомасы сан түрінде және жазбаша көрсетілу керек. 4. Қолхат мәтінінде ақшаны не себепті алынып жатқаны көрсетілу керек. 5. Мәтінде ақшаның алынғандығы туралы жазылу керек. 6. Осыдан кейін біз ақшаның қай күнге дейін қайтарылатынын жазамыз. 7. Төменде қарыз алушының қолы толтырылған күні және мекенжайы болу керек. Қосымша куәлердің болғаны дұрыс және олар қолхатқа толық аты жөнін жазып қол қояды. Сонымен қатар, қарызға берудің ең жақсы тәсілі қолхатты нотариустың қатысуымен куәландыру. Оның қолы құжаттың түпнұсқалығына кепілдік береді. Сот талқылау жағдайында нотариат куәландырған қолхат қосымша сараптамалар мен басқа да тексерулерді талап етпейді. Және де жоғарыда айтқандай ақшаның қарыз алушымен алынғандығы нақты осындай соманы алдым деп өткен шақта көрсетілу керек. Себебі сот практикасында қолхат жазылғанның өзінде де ақша алу фактісін дәлелдеу қиынға соғып жатыр. Ақша алған адам қолхат жасадық, бірақ ақшасын алмадым деп мойындамауда. Осындай жағдай болмас үшін айтылған пунктілерді дәлме-дәл орындағаныңыз жөн. Мынаны ескеріңіз. Ақшаны қарызға бере отырып, сіз оны бизнеске не банкке салып айналдыра алмайсыз. Сонымен қатар, сіз оларды қайтару туралы үнемі алаңдайсыз. Қарыз бермес бұрын мұны есіңізде сақтағаныңыз жөн. Сізбен бірге Таир Насханов адвокаты болды. Видеоға лайк қойып, каналыма жазылыңыз.